Студенттер, бүгін біз асық отау жүйесінің екінші бөліміне келдік. Бұл екінші бөлім, бірінші бөлімді қарап алыңыздар, менің каналымда бар. Ол жерде мен асық отау жүйесінің реттелуі туралы айтқан болатынмын. Бірінші бөлімді қарағаннан кейін осы бөлімге келіңіздер. Студенттер, былай, менде тақта жоқ. Сондықтан сіздер дәптер мен қалам алыңыздар. Мен айтып отырамын ғой, мысалға асқазан деп айтамын ғой. Сол кезде сіз қағазға асқазанның суретін салыңыздар. Сол кезде өзіңізге түсінікті болады. Өзім таныстырып жіберейін, мен азамат, мен жоғары курста оқимын медицинада. Сондықтан менің бүкіл ақпаратым ол кітаптан алынған, сосын протоколдан алынған. Барлығы шындық, барлығы тексерілген. Сондықтан арқайын жазып ала беріңіздер. Физиология сабағында немесе кез келген подфиз сабағында бұны айтсаңыздар дұрыс болады, қате болмайды. Асық отау жүйесін студенттер екі жүйке жүйесі басқарады. Симпатика, сосын парасимпатика. Қалай басқарады деген сөзге сұраққа жауап берейік. Бұл былай әсер етеді. Бізде асық отау жүйесінің мүшелері бар ғой, асқазан, ішек, соларға баратын қан тамырлар болады. Соларды қанмен қамтамасыз ететін. Парасимпатикалық жүйке жүйесі осы тамырларды кеңейтеді. Сол кезде асық отау жүйесі күшейеді. Болды. Сондықтан парасимпатика көбінесе тыныштық күйде, адам ұйықтап жатқан кезде, тыныш отырған кезде асық отау күшті болады, яғни жақсы асық оталады. Симпатикалық жүйке жүйесі қалай әсер етеді? Симпатика болса, ол манағы тамырларды, асық отау жүйесінің тамырларын тарылтып тастайды. Сол кезде асық отау жүйесінің төмендейді, былай айтқанда. Тамақтың қорытылуы төмендейді. Бұл көбінесе стресс кезінде, бірдеңеден қорыққанда, қашқанда болады, сондай кезде болады. Осы жер түсінікті ме? Тамақты адам жеген кезде ауызы адырайды, амилаза бар, тағы бір-екі фермент бар. Сөйтіп кішкене ғана адырайды, ол жерде көмірсу. Одан кейін ол асқазанға барады. Студенттер, асқазанда екі клетка болады. Біріншісі ол париеталды клетка, маңызды. Жазамыз, париеталды клетка дегеніміз бұл екі қызмет атқарады. Ашқылар, одан кейін фактор Касланы өндіреді. Фактор Каслан не екенін мен қазір ішекке барған кезде айтамын. Ол G клетка. Келесі. Манағы тамақ асқазанға барғаннан кейін асқазанда пепсимен, ашқылормен адырайды. Біршама бөлігі. Адырағаннан кейін енді ол қышқылды орта ғой асқазан. Қышқылмен адырайды. Кейін асқазаннан кейінгі ішекті біз жіңішке ішек деп айтамыз. Жазып алыңыздар. Жіңішке ішек 3 бөлімнен тұрады. 12 ішек, аш ішек, мықын ішек. Қазір тоқталамыз әрқайсысына. Бұл қышқылды тамақ бар ғой, жартылай адыраған асқазандағы, оны химус деп айтамыз. Асқазан адырап жатыр ғой тамақ. Жартылай адырады да, мана пепсиннің әсерімен толық адыраған жоқ әлі. Сол жартылай адыраған тамақ химус 12 ішекке қарай өтеді. Бұл жерде 12 ішекке өткеннен кейін секретин деген гормон бар, ішектің пептидті гормоны, сол мына ұйқы безін активтеп береді. Ұйқы безіне барады да, ұйқы безі өзінің бикарбонатты соқы болады. Бикарбонатты соқ дегеніміз бұл сілтілі соқ қой. Сол сілтілі соқты 12 ішекке құяды. Мана химус қышқылды ғой, потому что қышқылды болып тұрғаннан кейін ол мана 12 ішекті былай тесіп жіберуі мүмкін, зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан ұйқы безі ол жерге сілтілі соқты құяды. Сөйтіп химус сілтіге айналады. Еще сілтілікке айналуының бір пайдасы, манағы ұйқы безінің ферменттері бар ғой бізде. Мысалға протеолитикалық ферменттер бар. Хемотрипсин, трипсин, солар сілтілі ортада жақсы жұмыс жасайды. Түсінікті ме? Мана қышқыл химус сілтіге айналады. Мана бикарбонатпен 12 ішекте сілтілі ортаға айналады. Сөйтіп ол 12 ішекте адырап бастайды. Ұйқы безі келіп құяды, одан кейін мекта өт қабынан өт келіп құяды, сөйтіп адырайды. Көмірсу бізде ол көптеген дисахарид, полисахарид болады ғой, олар оңай былай айтқанда олигосахарид, моносахаридтерге айналады. Ең ішінде қарапайымы жаттап алуға ол глюкоза мен фруктоза. Осылай сіңіруге қолайлы көмірсуға дейін адырайды. Манағы ірі көмірсулар. Олар манағы амилаза бар ұйқы безінің, сол арқылы. Белокқа келсек, белок бізде ірі пептидті байланыс болып келеді. Одан кейін хемотрипсин, трипсин деген протеолитикалық фермент бар ұйқы безінің. Сол арқылы амин қышқылдарына адырайды 12 ішекте. Амин қышқылдарына адырайды. Ал майға келсек, май бізде өт арқылы адырайды. Мана өт бар ғой, өт қышқылы. Сол майды адыратады. Ірі май қосылыстарын
триглицидтерге, сосын май қышқылдарына ыдырайды. Осылай үшеуі ыдырап болады, бізде манаға май, белок, көмірсу. Кейін ол аш-ішекке барады. Аш-ішекте бізде варсинки деген нәрсе болады, мысалға эпителий, одан кейін варсинки деген нәрсе болады, солар арқылы сіңіріледі. Оны общий крипта деп айтады, мысалға. Өйткені толқын секілді, іші осындай толқын секілді болады, олардың бетінде варсинка болады, талшықтар. Талшықтың араларында секрециялық бездер орналасады. Соның барлығын айтып отқанымда сызып алыңыздар, студенттер. Бұл айтқанда аш-ішекте тамақ сіңіріледі. Сіңірілуінің де көптеген механизмдері бар, оған қатты тоқталмаймыз. Мысалға, стенкалық сіңірілу, мембраналық сіңірілу дегендер бар. Жалпы аш-ішекте тамақ сіңіріледі. Манаға көмірсу сіңіріледі, манаға белок сіңіріледі, амин қышқылдар. Манаға май, бірақ именно май ол лимфа арқылы сіңіріледі, студенттер. Жаттап алыңыздар. Лимфаға хеломикрон ретінде сіңіріледі. Сөйтіп, аш-ішекте сіңірілген барлығы манаға май, белок, ақуыз, бұның барлығы бауырға барады. Бауырға қалай барады десе, қақпа венасы арқылы барады. Потому что бауырға бару арқылы, бауыр ол жерде өзі шешеді уже. Бауыр ол жерде уытсыздандырады, керек жеріне жібереді. Түсінікті ғой. Келесі бізде мақын-ішек. Мақын ішекте көбінесе су сіңіріледі, одан кейін тоқ ішек бізде, тоқ ішекте тоже уже манаға сіңірілмейтін заттар болады, оларды көбінесе пищевые волокна деп айтады. Оларды уже ыдырата алмайды, ешқандай фермент, оларды тек манаға тоқ ішектің ішіндегі микрофлора ғана ыдырата алады. Мысалға біз өтеміз ғой, бифидобактерия, лактобактерия, осылар тоқ ішектің ішінде манаға сіңірілмей қалған нәрселерді ыдыратады. Қоректенеді бұл айтқанда өздері, мана бактерия. Пищевые волокна көбінесе бізде овощтарда болады. Сондықтан көбінесе осы кеңес береді бізге. Морковь же, капуста же деп. Сол себепті айтады, потому что тоқ ішектің ішіндегі микрофлора жақсы болу үшін. Бұның барлығына перистатика жұмыс жасайды, студенттер перистатика болады. Осылай әрбір ішектің ортасында дөңгелек бұлшықеттер болады. Солар итеру арқылы бізден манаға керек емес қорытылмаған нәрселерді ары қарай тоқ ішекке, одан кейін тік ішекке қарай жібереді. Мынандай нәрсе бар, студенттер. Ұмытып кеттім айтуға. Ішекте манаға ақуыз, белоктан басқа, көмірсудан басқа витамин сіңіріледі. Мысалға B12 витамин сіңірілу үшін манаға айтып кеткен фактор касла керек. Егер фактор касла болмаса, B12 сіңірілмейді. Кальцийдің сіңірілу үшін D3 керек. D3-ді біз күннен аламыз. Жазып алыңыздар, студенттер. B12 сіңірілу үшін манаға асқазанда өндірілетін фактор касла керек. Сөйтіп фактор касла манаға B12-ді қоршап алады да ішекке қарай енгізіп жібереді. Кальций ену үшін D3 керек. D3 бізде манаға кальций диолдың құрылуына қатысады. Кальций диол кальцийді алады да ішекке сіңіріп жібереді. Мысалға майда еритін витаминдер, олар манаға маймен бірге, майда адырайтын ферменттермен бірге бауырға барады. Келесі не нәрсе тағы? Әр нәрсенің өзінің транспортері болады, студенттер. Натрийдің өзінің транспортері бар, кальцийдің мана айтып кеткендей B12 витаминінің, қалған витаминдердің, бұның барлығы жай диффузия, жеңілдетілген диффузия, белсенді тасымалдану, белсенді транспорт дейді. Сол арқылы, осылар арқылы, осындай механизмдер арқылы ішекке қарай сіңіріледі. Егер студенттер осы видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып кетіңіздер, пайдалы деп жазып кетіңіздер. Новый ақпарат берген болсам, негізі түсіндірудің өзі қиын нәрсе, студенттер. Сіздер ойлайсыздар ғой, тыңдап отырсыздар ғой. Ойлайсыздар, как будто оңай шығады түсіндіру деп, бірақ қиын. Кейбір нәрсені ұмытып кетесің, кейбір нәрсені айтпай кетесің. Барлығын айттым деп ойлаймын. Осылай асық орта жүйесі бізде аяқталды. Келесі жүйелерді жаймен талқылай береміз. Шаршап қалдым.